Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге қызық болсын арнасы сіздерге қызықты ақпараттарын ұсынуға әрқашан дайын. Достар, бүгін бізге қызықты ақпараттардың бірі келіп түсті, The Economist газеті жайлы. The Economist газеті жайлы айтпас бұрын сіздерге мынандай қызықты ақпараттарды ұсынуға жөн көрдік. Ал ендеше біз бастаймыз. Бастамай жатып сіздер лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Мына жерде қызыл батырма бар, айтпақшы, мына жерде төменде. Сол жерде қарайтып қойыңыздар, бір басып. Сосын жанынан қоңырау шығады. Сол қоңырауды басып, жоғарыдағысын танысаңыздар, менің видеоларым сіздерге үздіксіз келіп отырады. Ал кеттік. Экономист газеті ең алғаш Ұлыбританияның Лондон қаласында басып шығарыла бастаған. Экономист газетінің басты газеттерінің ерекшелігі ол редакция апта сайынғы жаңалықтарды үздіксіз шығарып және халықаралық қатынастардың Ротшильдтер отбасы, ал қалғаны редакция ұйымы толығымен қадағалайды. Бұл газет ең алғаш рет Ұлыбританияның Лондон қаласында басып шығарылған. Экономист газетінің мұқабасы қазір ең беделді, ең танымал газеттердің бірі. Оның танымал экономист газет барлық әлем қарым-қатынастарды, әсіресе мұқабасында берілген кодтар арқылы жалғыз газет бұл әлемде қандай жүйе орнауы мүмкін екендігін шешіледі. Сіздер назарларыңызға ұсынылып отырған қазіргі үш сурет ол The Economist газетінің 2018, 2019 және 2020 жылғы бөлімдері. 2018-2019 жылғы газеттерде барлық оқиғалар толығымен орындалған. Ал 2020 жылғы газеттегі бірден ескерте кететін жағдай, біз бұл жердегі ақпараттарды нақты емес, бұл жердегі ақпараттар болжамды түрде жасалған. The Economist газетінің 2018 және 2019-2020 жылға арналған мұқабасында өте құпия кодтармен белгіленген болатын. Сіздерге сілтемесін қалдырып кетемін астына. Сол жерден көре аласыздар, сіздер 2019-2020 жылға жасалған нелерді, аналитикаларды. Ал енді сіздерге 2021 жылға арналған аналитикалық жоспарды ұсына өтейік. Аналитикалық жоспар бүгін тек қалай айтсам екен сіздерге, The Economist газетінің ішіне емес, The Economist газетінің мұқабасына зер аударатын боламыз. The Economist газетінің мұқабасында биыл өте құпия мәселелер жасырылып шығарылды. Назарларыңыз бізде болсын. The Economist газеті бізге тағы нені түсіндірмекші болды. The Economist газетінің мұқабасына қарайтын болсақ, The Economist сөзі қызыл түспен жазылған. Яғни 2021 жыл толығымен бір ауыр жыл болары анық болып тұр. Астына The World in деген, бұл әлем деген сөз. Әлем 2021 жыл. Әлем 2021 жылда қалай өзгереді? The Economist газетінің бетіндегі ойын терминалын көріп тұрсыздар. Оның ұстағышына мән беріңіздер. Ұстағышында жер бейнеленген өзі бір ерекше не болып тұр ғой. Ал сосын ойын терминалының бірінші бетіне назар аударайық. Бірінші қатар, төрт қатар, төрт айналым, үшеу айналып тұр, біреу тоқтаған. Яғни біреу орындалды, қалған үшеуі әлі орындалып жатыр. Орындалу мүмкін. Яғни 2021 жылға жоспарланған деген мағына білдіру мүмкін. Бұл жерде орындалған деп көрсетілген нелерге мән берейікші. TikTok, Америка құрама штаттарының бөлінуі, Джо Байден және атом бомбасы. Бұл жерде екеуі орындалып қойған. Джо Байден президент болды, Америкада TikTok жойылды. Және де TikTok әлемдегі өзінің күшін, қандай мықты приложение екенін мойындатты көпшілікке. Алайда оны Америка белгілі бір себептерге байланысты және де ақпарат ұрлау дерегіне байланысты Америкадан бір жолата жойып жіберді. Ал одан кейінгі Америка туының бөлініп қалуы. Сіздер байқадыңыздар ма, Америка туы найзағай сияқты болып бөлінген. Яғни бұл жердегі найзағайдың белгісі ол әлемдік электр қуатының белгісі деп есептелінеді негізінде. Бұл жерде екі бірдей болжам бар. Не Америкада Америка бүкіл энергиясынан айырылады, ол бірінші болжам. Ал екінші болжам,
Америка тарап кетуі мүмкін. Алайда Американың тарауы мүмкін емес деп ойлаймын мен жақын арада. Осы 2-3 жылдың көлемінде, әсіресе 2021 жылда Джо Байден президент болды. Бірақ Джо Байден президент болғанымен мынау тудың екіге бөлінуі байқап отырсыздар ғой. Сол болмай жатып Джо Байденге ауыспайды. Яғни бұл жерде Джо Байден тағы да бір өнер көрсететіні анық деп ойлаймын. Ал одан кейін атом бомбасы, оның үстінде атом бомбасының бейнелену себебін өзіміз де түсінбей отырмыз. Бәлкім биыл атом бомбаларына байланысты заң күшінен атом бомбасына байланысты заңды бір мемлекет бұзуы мүмкін дегенді түсіндірмекші болған шығар. Ал бірінші қатарда тоқтамаған әлі айналып тұрған қатарға назар аударайықшы. Әлі айналып тұр. Сұрақ, яғни белгісіз 2021 жыл қалай бізге кіретіні. Ал екіншісі маска, ол енді өздеріңіз де білесіздер, әлемдік пандемия, коронавирус. Ол әлі кетпейтін сияқты. 2021 жылға дейін бару мүмкін деген дәйек бар дейді. Примерно біз өзіміз солай түсіндік. Ал оның үстінде тұрған екпе, вакцина. Алайда бұл вакцина жасыл түсте. Жасыл түс бізде әлемдік тұрғыдан қарасақ жасыл түс пен қызыл түс. Жасыл түс табиғатты білдірсе, қызыл түс отты білдіреді деп қараймыз ғой. Ал химиялық тұрғыда қызыл түсті белгісіз, жасыл түс уды білдіреді деген сөз. Ал бұл жерде химиялық тұрғыдан алынған, яғни вакцинаның құрамында у болуы мүмкін деген ақпарат енді өзіміз дұрыс деп мақұлдаймыз. Себебі оны табиғи тұрғыдан алатын болсақ, алайын десек, бұл жерде мүлдем тура келмей тұр. Бұл жерде яғни у екені көрініп тұр. Ал оның үстінде тағы вирус. Бір вирустан құтыламыз деп вакцина жасап, екінші вирусты ашып алмаймыз деген қорқыныш тағы да бар. Оны мойындау керек. Ал үшінші қатарға Қытай энергия көздері, доллар және де белгісіз жағдай. Яғни белгісіз жағдаймен аяқталуы мүмкін. Және де электр көздері, яғни әлемдік электрлік қуат бойынша бізде биыл тағы да бір өзгерістердің болуы мүмкін. Я болмаса бір үлкен өзгерістердің енуіне себеп деп айтамыз ба, қалай өзі. Ал долларға келетін болсақ, ақша көтерілуі, я болмаса түсуі мүмкін. Ал Қытай өзі белгілі енді бір үлкен қорқынышқа толы мемлекеттің бірі. Ал төртінші қатарға назар аударайықшы. Төртінші қатар енді ол студенттерге өте ауыр тиеді. Студенттерге, оқушыларға, жалпы оқу орнына байланысты кез келген адамға өте ауыр тиеді деп ойлаймын. Яғни пандемия жалғасады, онлайн оқу тағы да жалғасады, әлемдік өрт қаупі күшейеді, және де экономика бір қатар алға жылжиды дегенді білдіріп отырған. Оған оңай талдау жасадық біз. Білмейміз, біздің ойымызша тағы да өзгерістер болуы мүмкін шығар. Біз алдын ала талашамаймыз, бірақ жоспарлай аламыз. Бәлкім бұл вариантта болуы мүмкін. Мынау болмаса мынау болуы мүмкін, мынау болмаса мынау болуы мүмкін деген сияқты. Егер бірінші вариант таңдалып қойған, екінші вариант таңдалып қойған, кешіресіздер, екінші вариант таңдалып қойған, бірінші вариантта шанс бар, үшінші, төртінші варианттарда шанс бар. Бірақ бұл жерде енді бәрі Алланың қалауымен ғой барлығы. Бірақ біздің өзіміздің жоспарымыз енді ауыр. Ал енді терминалдың төменгі бөлігіне қарай ауысайық. Төменгі қарай бөлігінде ауысатын болсақ, 4 қызыл нүктені көріп тұрсыздар. Ол жерде негізі hold болуы мүмкін, не болмаса help болуы мүмкін. Егер екеуіне қарайтын болсақ, енді help пен hold екеуінің айырмасы жоқ сияқты көрсеткен, яғни әріптері өте бұлдыр болып көрінді. Маған
егер help болатын болса көмектесіңіздер деп тұр, яғни кімнен көмек сұрап отыр, ал ұстаңыз дейді. Бетті тігу, ынталандыру қорын салыңыз дейді, яғни бұл жерде бір гәп бар. Назарларыңызға көп рахмет достар, сіздермен бірге мен Берік. Назарларыңызға көп рахмет, соңына дейін тыңдағандарыңызға.